Сәлем достар, сіздермен бірге Лаура. Бүгін мен сіздерге фунчоза салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Небәрі көп уақытты алмайды, көп зат та кетпейді, әрі өте дәмді болып шығады. Ендеше бірге жасап көрейік. Бізге керек заттар: чим-чим, соевый соус, фунчоза, ет, болгарский, қияр және де сәбіз, сосын бізге сарымсақ қажет болады. Ең алдымен еттерімізді дәл видеода көрсетілгендей етіп осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Бұл бізде піскенге оңай болу үшін және де тез пісуі үшін. Дайындап алған етіміздің үстіне енді соевый соусымызды құйып, жақсылап қолымызбен араластыратын боламыз. Енді газымызге қазанымызды қойып, үстіне майымызды құйып, қызғаннан кейін етімізді саламыз. Салғаннан кейін жақсылап араластырып, 1-2-3 минут қуырамыз. Қуырылғаннан кейін осылай чесногымызды саламыз. Одан кейін оны тағы да 2-3 минут қуырып, одан кейін үстіне кішкене ғана суымызды құямыз да жақсылап бір араластырып, газымыздың астын жай қойып, бетін кішкене жауып қоятын боламыз. Ендігі кезекте болгарскийлерімізді дәл видеода көрсетілгендей етіп, әдемгілеп бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Қиярымызды да дәл солай бірінші ыңғайлы етіп бөліп аламыз да, одан кейін әдемгілеп бірнеше бөліктерге видеода көрсетілгендей етіп бөлетін боламыз. Ендігі кезекте фунчозаларымыз осылай ыдысымызға салып, оның үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, бетін жауып қоямыз 10-15 минутқа. Одан кейін суын төгіп тастап, осылай фунчоза піседі. Одан кейін пышақтың көмегімен бірнеше бөлікке бөлеміз. Сонда фунчозаларымыз жаңағы ұзын болмай әдемі шашыраңқы болып тұрады, көріп тұрғандарыңыздай. Одан кейін келесі кезекте бізде сәбізді теркіден осылай өткізіп аламыз. Одан кейін уже бізде пісіп тұрған етіміздің үстіне жаңағы туралған заттарымыздың барлығын саламыз да жақсылап араластырамыз. Бұл жерде бізде жаңағы қуырылып пісіп кетудің қажеті жоқ. Бұлар жай ғана 1-2 рет араластырып, бетін жауып 2-3 минутқа қоятын боламыз. Одан кейін көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Үстіне фунчозамызды жаңағын салып, жақсылап бір әдемілеп араластырып аламыз. Ендігі кезекте фунчозаларымызды бөлек ыдысқа салып алып, одан кейін үстіне осылай жаңағы чим-чимді салып, осылай жақсылап әдемгілеп күшті қылып араластырамыз. Бұл да бізге өте керемет дәм береді. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Ең бастысы көп затты да қажет етпейді. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк баса кетіңіздер, және де менің каналымнан басқа да видеолардың рецепттерін таба аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.